Өмірдің біз білмейтін құпиялары мен тосын сыйы көп екен. Алдымызда не күтіп тұрғанын білмейміз. Күткеннің орындалмай күтпегенге тап боламыз. Мен де осылай күтпеген жерден бір жігітпен танысып, махаббатымды тапқанмын. Қаланың шетіндегі шағын ауданда тұратынмын. Таң азанымен жұмысқа асығып, жолда такси тоқтатып тұрғанмын. Ақ көлік мінген жігіт жақындап келіп, отырыңыз деді. Жұмыс орныма жеткенше әңгімелесіп бардық. Бір-бірімізді бұрыннан танитындай сөзіміз бірден жарасып, тез тіл табысып кеттік. Жеткізіп салып, хабарласып тұру ниетін білдіріп, телефон номерімді алып қалды. Хабарласатын шығар деп күтіп жүргенімде бір апта уақыт өтті. Кейін хабарласып жағдай сұрастық. Көңіл күйі жоқ екен. Алғаш көргенде мен жайлы не ойлағанын айтып мақтап қойды. Сол сөйлескеннен кейін екеуміз тағы хабарласпадық. Әңгімеміз аз уақытта созылса да есте қаларлықтай болды. Жүзін бір-ақ рет көргенмін, онда да ұзақ қарамай алмағанмын. Түрі есімнен шығып бара жатқанымен есімі мен сөйлескен сөздерімізді ұмытпайтынмын. Арадан 8 ай өткенде мектепте бірге оқыған сыныптасымның тойы болды. Оның қуанышында ортақ болсам да тойға барғым келмеді. Сол күні ешқайда барғым келмеген, жұмыстан шаршап отырған жермен құрбым бармасыма қоймай ертіп апарды. Қылықты қыздың бірі емеспіз бе, ойнап күліп, би билеп, жан-жаққа көз қырымызды салып жүргенбіз. Бізге қарама-қарсы беттегі үстелде жігіттің әріптестері отырған екен. Арасындағы бір жігітке көзім түсіп кетті. Менен көз алмай отырғанын байқадым. Жүзі таныс сияқты болды. Біреуге ұқсатып жатқан шығарым деп онша мән бермедім. Той аяқталғанша бірге билеу бұйырмады. Енді сәті түсе бергенде қудашалап жүріп біреу биге алып кетті. Той бітуге айналғанда соңғы биге вальс қойылды. Сол сәтті пайдаланып, жанымдағы адамнан рұқсат сұраған әлгі жігіт мені биге шақырды. Билеп жүріп, оны қатты қобалжып тұрғанын байқадым. Ол тағы да телефон номерімді сұрап, үйіме дейін жеткізіп салғысы келетінін айтты. Құрбыларымен бірге қайтатынымды айтып, оның ұсынысынан бас тарттым. Үйге қайтып бара жатып, оның сәби 8 ай алдын жолыққан жігіт екені есіме түсті. Іштей қуанып кеттім. Үйге келгенде ұйқым келмей, біреуді күткендей отыра бердім. Соны сезгенде ол да хабарласты. Сені бір жерден көрген сияқтымын деп, тойда көргеннен бері ойланып отырмын. Есімің де ерекше, телефонымды ақтарып отырып нөміріңді тауып алдым. Бірақ қай жерде көргенімді әлі білмей отырмын деді. Қайда көргенімді айтқым ақ келіп тұр, бірақ өз ойлап тапсыншы деп, я көргенсіз, менің есіме түсті. Сіз де есіңізге түсіріп көріңіз дедім. Жарайды онда, қазір жолдамын, үйге жеткенде хабарласамын, әрі есіме түсіріп көрейін деді Сәбит. Сағат таңғы 4-тер шамасында хабарласты. Бұл кезде мен енді ғана көзім ілінген, өшіріп қоймасын деп дереу жауап бердім. Ол есіме түсірдім, дәл сені жұмысына дейін апарып салған, көшемен кетіп бара жатқан жерде бәрі есіме түсті деп қуана айтып берді. Тойда жанында жүрген досының үйі менің жұмысыма жақын екен. Соны үйіне жеткізіп саларда есіме түскенін айтты. Екеуміздің де жағдайымыз ұқсас болды. Ол да тойға бармаймын деп отырған жерінен досы бармасына қоймайған екен. Екеуміз сөйлесіп отырып таңның қылаң бергенін байқамаппыз. Бір рет жоғалтып қайта тапқан менің махаббатым еді. Уақыт өткен сайын бір-бірімізді жақынырақ тани бастадық. Арман мақсаттарымыз, жоспарларымыз жайлы сыр шертісетінбіз. Алғаш кездескенімізден кейін неге хабарласпағанын айтты. Бұл кезде де жағдайымыз ұқсас болған еді. Сәбит те мен де телефонымызды жоғалтып алғанбыз. Нөмірімізді жаттап қалмаппыз. Ең бастысы қайта кездескенімізге қуандық. Өйткені бұл біздің шын қалаған таныстығымыз еді. Достарымызбен таныстырып, қалаған жеріме апарып, барлық өтінішімді орындайтын.
бар еркелігімді көтеретін, үйленетін ниетін айтып, мені ата-анасымен таныстырғысы келетінін де айтты. Сәбиттің жанында өзімді бір бақытты сезінетінмін, менің еркелігімді көтеретін. Сәбит жұмыс бабымен басқа қалаға 2 аптаға кетті. 2 апта мен үшін 2 жылдай болғанды. Оны хабарласпай қойғаннан басқа біреуді ұнатып қалды ма деген ой келеді. 2 аптада 3 рет қана сөйлестік. Сәбит хабарласқан кезге қызғаныштан өртенгенім сонша айтқан сөздеріне кері жауап қайтарып қырсығатынды шығарды. Ол да мені түсінетін. Басқа қаладағы жұмысын бітіріп сол күні жолға шықты. Шымкентке жеткенше сағат тілі түнгі 1-ді көрсеткен еді. 2 аптадан бері көрмегендіктен өз үйіне бармай алдымен мені сағынғанын айтып, үйге келгенде қырсығып шықпай қойдым. Сәбит бұл жолы маған ренжіп кетті. Сол күйі 3 күн хабарласпай қойды. Бұл кезде мен кезекті еңбек демалысын алған едім. Нөмірімді жұмыстағы жасы үлкен ағайға қалдырдым. Жұмысымыздан берілген тарифтік номер еді. Алып кетсем де болады, әдейі қалдырдым. Мені жеке шаруамен сұрап хабарласқандарға бұл мекеменің номері деп айтуын өтіндім. Өзімде 2-ші ұялы телефоным бар, ондағы нөмірді Сәбит білмейтін. Өзімше Сәбиттен кек алған түрім еді. Бұл менің үлкен қателігім екен. Арада біраз күн өткенде әлгі ағаймен сөйлесіп, маған қандай нөмерлер хабарласқанын сұрадым. Сәбиттің тынымсыз қоңырау шалғанын айтты. Мені іздегеніне қуанып қалдым. Еңбек демалысым біткеннен кейін Сәбитке хабарласам, оның нөмері сөндірулі болды. Өзімнің қандай ақымақтық жасағанымды сонда барып ұқтым. Көз жасымды тыя алмай күндіз-түні тынымсыз қоңырау шала бердім. Одан айырылып қалудан қорықтым. Әйтеуір бір қосар деп үмітімді үзбедім. Арасында SMS хабарламалар да жазып кешірім сұрадым. Бірақ Сәбиттен ешқандай жауап келмеді. Іштей өз-өзімді жеп, жанымды қоярға жер таппай кеттім. Сыныптасымнан сұрауға намысым жібермеді. Бәрі соңына жақындап қалғанда бүлдіргі шығарған өзімді әбден жазғырдым. Сәбит қарсы алдымен шыға келерде барлық жаққа телміреумен өмірім өте берді. Күз, қыс өтті, көктемде шыдамым таусылып, тойда кездестіруім себепші болған сыныптасыммен хабарластым. Әлеуметтік желіде менің ұялғанымды көрмейді ғой деп намысымды шетке сырып қойып Сәбит жайлы сұрадым. Сыныптасым оның аяқ астынан үйленгенін айтты. Бірақ бақытты баянды болмай 3 айдан кейін ажырасып кетіпті. Бұл кезде мендегі сағыныш оты мен күлге айналдыруға шақ қалған. Сүйгенімнің дәл қазір ажырасқан аты болса да басының бостығына қуандым. Жүрегім жарыла, оны қалай сағынғаным, нөмірін өшіріп тастаған сыныптасыма айттым. Ол сырымды Сәбитке жеткізді, бізді қайта кездестірді. Махаббатымыздың күштілігі сонша өткен өмірдегі қателіктерімізді талқылауға құлқымыз болмады. Бастысы, енді ешқашан қоштаспаймыз.